Сәлем достар, қазіргі төтенше жағдайға байланысты үйде карантинде отырғандықтан уақытымызды текке өткізбей, пайдалы да және қызықты етіп өткізейік деген оймен мен бүгін өзімнің уақытымды кішкентай балаларға арнағым келіп отыр. Аз ғана уақыт бірге болсақ та өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Мінекей балалар, менің қолымда мынадай менің алғашқы энциклопедиям деген кітап жатыр. Бұл кітаптың ішінен көптеген нәрселермен танысып білуге болады екен. Бүгін мен сіздерді құстардың кейбір түрімен таныстырсам деп ойлап отырмын. Олай болса, балалар, сіздер құстар жайында не білесіздер? Мысалға, құстардың 9000-ға жуық түрі болады екен. Олар жер бетінің бүкіл жерін мекендейді. Құстардың барлығына жуығы ұша алатын құстар, соның ішінде ұшпайтын да құстар кездеседі, және де бұлардың барлығы да міндетті түрде жұмыртқа салады, және де ұя салмайтын құстар да болады екен. Мінекей осындай құстардың кейбір түрлерімен таныс боламыз. Алдымен балалар, мен сіздерді жер бетіндегі ең биік, салмағы да ауыр және өте үлкен жұмыртқа салатын құс түйе құспен таныстырғым келіп отыр. Түйе құстың биіктігі 2,5 метр болса, бұлардың жұмыртқасының ұзындығы 20 сантиметрді құрайды екен. Әрине, бұлар ұшпайтын құс болып есептеледі. Ал ең кішкентай құс жайында айтатын болсақ, бұл колибри деп аталатын құс. Колибри құсының ұзындығы 15 ғана сантиметр болса, оның жұмыртқасының көлемі 1 ғана сантиметрді құрайды екен. Мінекей балалар, жер бетінде ең ірі құс түйе құс, ал ең кішкентай құс колибри деп аталады екен. Ақтырна деп аталатын құсты айтсақ, балалар, бұл ең ұзақ өмір сүретін құс екен. Бұлар тоты құстың түріне жатады, және де ақтырналар 80 жылға дейін өмір сүреді екен. Келесі құс бұл альбатрос деп аталады. Альбатрос құсының құлашы өте кең, қанаттары да ұзын және әрі жұқа болып келеді екен. Альбатростар қанаттарын жайған кезде ұзындығы 3 метрге дейін созылады екен. Мінекей осындай құлашы кең, қанаты ұзын құсты альбатрос деп атайды. Және де бір айтып кететін қызықты жайт, балалар, құстардың арасында ұсқынсыз құстар да болады екен. Мұндай құстарды гриф деп атайды. Бұлар балапан туылған кезде басында, мойынның айналасында ешқандай да түгі жоқ, жалаңаш болып туылады екен. Сондықтан да бұл құстарды ұсқынсыз құстар, яғни гриф деп атайды екен. Қыран бүркіт деп аталатын құс жайында айтатын болсақ, қыран бүркіттер жануарларды аулап жейтін жыртқыш құстардың қатарына жатады. Бұлар өте биікте ұшады және көздері, қырағы өткір болып келеді екен. Бұлардың көз жанарын адамның көзімен салыстырғанда 5-7 есе өткір деп айтады. Бұлар қаншалықты жоғары ұшса да, көзінің қырағылығы соншалық жерде жүрген әрбір жыбырлаған нәрселерді бірден көреді екен. Мінекей осындай құстарды қыран бүркіт деп атайды. Тағы бір құстың түрі бұл пингвиндер. Пингвиндердің қанаты болғанымен, бұлар қанаттарын тек қана суда жүзуге пайдаланады. Бұл әрине ұшпайтын құстардың қатарына жатады. Пингвиндер балапандарына ұя салмайды. Аналық пингвиндер жұмыртқаны туса, әкелік пингвиндер осы жұмыртқаларды табанның астына, мамық жүндерінің арасында ұстап, көктемге дейін
сөйтіп жұмыртқалары үсіп кетпеу үшін қорғайды екен. Мына бір құстың қалай аталатынын айта кетсек, бұл қоқиқаз деп аталады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, өте әдемі қызғылт түсті құс. Бұл қоқиқаздар қызыл шаяндармен суда өсетін қызыл түсті өсімдіктермен қоректенеді екен. Бұлардың балапандары туылған кезде түстері сұрғылт болады да, кейіннен 3-4 жылдан кейін барып түстері өзгеріп, осындай әдемі қызыл түске айналып шығады екен. Мінекей, осындай құстарды қоқиқаз деп атайды. Мына бір құс жапалақ деп аталады. Өздеріңіз көріп отырғандай, жапалақтың екі үлкен бақырайған көзі болады. Бұл көздері маңдайына жақын орналасады екен. Және де бір айтып кететін бір қызықты жайт, жапалақтың мойны желкесіне дейін бұрылады екен. Сөйтіп бұлар емін еркін отырып, мойнын артқа қарай бұрып, артқы жағында не болып жатырғанын көріп отырады екен. Енді мына құсты бір қазан деп атайды. Бұлай атауының себебі, бір қазан құсының тұмсығының астында үлкен қалташа болады екен. Олар жемтіктерін осы қалташаларына жинайды. Яғни бір қазан құстары балықпен қоректенеді. Осылай тұмсығының астындағы қалташасына жинап, өзінің балапандарын және де өзі де балықты тірілей жұтады екен. Бұлардың тұмсықтары өте ұзын, үшкір және қатты болып келеді екен. Мінекей, осындай құсты бір қазан құс деп атайды. Ал енді тағы бір құс жайында айтып кетейін. Бұл су бүркіт деп аталатын құс. Бұл құстардың ерекшелігі, бұлардың ұялары 100 жылға дейін сақталып тұрады екен. Ұяларын әрине жөндеп тұрады, бірақ беріктігі сондай, бір салған ұясы 100 жылға дейін сақталады екен де. Бұлар жаңағы жұмыртқа салып, балапандарын шығаруға өзінің ұясына міндетті түрде ұшып келеді екен. Мінекей, құрметті балалар, бүгін біз осындай кейбір қызықты құстардың түрлерімен таныстық. Олай болса, мен сіздерге келесі кездескенге дейін аман болыңыздар, ауырмаңыздар, үйде отырыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар.